Ал балалар, ендігі пәніміз біздің қазақ тілі. Олай болса, қазақ тілі кітабымызды, дәптерімізді аламыз. Тақтамызға қараймыз, бүгінгі күн жадын жазамыз. 10 сәуір, дара және күрделі етістік. Үлкен Г әрпі және кішкентай Г. Г дыбысымыз біздің дауысты ма, дауыссыз ба? Соны ұмытпайық, балалар. Енді төмендегі сөйлемге мән беріп қараймыз. Бала жазып отыр. Енді бұны біздер қазір білетін боламыз. Жазып отыр деген дара етістік па, әлде күрделі етістік па? Олай болса, менің компьютеріме қарайық. Бүгінгі тақырыбымыз біздің дара және күрделі етістік. Ал бүгінгі мақсатымыз біздің дара және күрделі етістіктерді ажырату, сауатты жазу екен мақсатымыз. Ал олай болса, кітаптарыңыздағы 20-шы жаттығуды қарасаңыздар. Кестедегі сөздерді оқы. Қараңызшы балалар, кестеде дара етістік, күрделі етістік деп тұр. Дара етістікте жазды, ұшты, күлді, түсті. Ал күрделі етістік жазып отыр, ұшып бара жатыр, жүзіп жүр, күліп отыр, түсіп кетті. Олай болса, балдар, тақтаға қара жіберейік. Қараңызшы, бала жазып отыр. Сонда жазып отыр дегеніміз біздің қандай етістік болды? Жаңа 20-шы жаттығудағы кестеге қарап, сұрақтарын қойып, қандай етістік екенін білеміз. Жақсы, балалар. Енді біз ережені біліп алмасақ, әлі түсінбей жатырған шығармыз. Олай болса, кітаптағы ережені қараймыз. Етістік дара және күрделі болып бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Жазды, көрді, ұшты. Ал күрделі етістік 2 не 3 сөзден тұрады. Жазып отыр, көріп жүр, ұшып бара жатыр. Көрдіңдер ме, балдар? Дара етістікте тек қана бір сөзден тұрады екен. Мысалы, бала жазды. Бала зат есім кім? Жазды. Не істеді? Бұл дара етістік екен. Ал күрделі етістікте 2 немесе 3 сөзден тұрады екен. Мысалы, бала жазып отыр. Бұл күрделі етістік болады екен бізде. Жақсы, балалар, ережені жаттап, өздеріңізге ыңғайлы қылып аларсыздар, балалар. Енді 21-ші жаттығуды қараймыз. Құмырсқа мен шегіртке. Бұны біздер жаңағы телеарнадан көрген болармыз. Біздер енді мына жерде кітаптан оқимыз. Мысалды оқып, әрі қарай не болатын болжайсыздар. Мен қазір кішкене оқып беремін. Тыңдаймыз. Кішкентай құмырсқа нанның қиқымын алып, келе жатып, байқаусызда шұңқырға түсіп кетеді. Мұны көрген шегіртке мазақтап күледі. Осы кезде оны ар жағын өздеріңіз болжайсыздар. Мысалдағы қарамен жазылған етістіктерді дара, күрделі екенін ажыратасың. Бұл ауызша орындалады, балдар.
Енді 22-ші жаттығуда дәптерімізге көшіреміз. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Етістіктерді тап, дара, күрделі екенін ажыратасың. Дара және күрделі етістік екенін қалай ажыратып маған көрсете аласыздар? Мысалы, дара болса Д нүкте Е, ал күрделі болса К нүкте Е деп қойсаңыздар болады, балалар. Енді келесі әңгімені оқимын. Жаралы көгершін. Жаралы көгершін. Мен сіздерге оқып берем. Сіздер мұқият тыңдаңыздар. Ахмет бірде жаралы көгершінді тауып алды. Оны аяп үйіне алып келді. Денесі суық сорған құс тірілдей берді. Кім сені таспен атқан, ха? Ондай бұзық баладан қандай адам шығар дейсің? Деп анасы құстың жарақатына дәрі-дәрмек жақты. Құстың қанатының астында тілік бар екен. Қан ұйып қалыпты. Дәкемен денесін орап тастады. Бір аптадан кейін жарасы жеңілденді. Көгершін қанатын қомдайтын болды. Енді балалар, әңгімеге құрылған жоспарды жалғастыр. Өзіңіз осы мәтінге байланысты жоспар ұйымдастырып көріңіз. Сол жоспарды ұйымдастырсақ, біз сабақты түсінген боламыз. Ал енді 24-ші жаттығуда дара етістік күрделі етістікке айналдырып жаз. Мысалы, өсті, жуды, сүзді, озды, тоқыды. Енді оны біздер күрделіге айналдыртамыз. Күрделіге қалай мысалы? Өсіп тұр. Осылай қылып жазамыз. Өсті. Өзіңіз күрделіге айналдыртып көріңіз. 25-те ребус бар екен. 25-тегі ребусты қазір қалай шешеді екенбіз? Оны өздеріңіз қарайсыз кітапта. Егер шеше алмасаңыздар, маған хабарласыңыздар. Балалар, бүгін біздің қазақ тіліміздегі тақырыбымыз дара және күрделі болды. Мен сіздерге сенемін. Сіздер менің мықты балапандарым. Біз әлі талай жеңістікке жетеміз. Сау болыңыздар.